Сәлем достар, сіздермен бірге ерге. Бүгін мен сендерге мысыққа мұрт не үшін керек екенін айтып беремін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Мысықтың мұрты ең сезімтал мүшесі екен. Ол бағытты көрсетіп тұратын үштұрман. Мысықтың жүріп тұруын қадағалап есептейтіні мұрты екен. Мысықтың мұртына қарап оның көңіл-күйін ажыратуға болады. Мысықтың мұртын мүлдем кесуге болмайды. Себебі оның әрбір мұртында шығет талшықтары болады. Егер мұртын кесіп тастасақ, оның үйлестіру қызметі бұзылып, жарақат алуы мүмкін. Мұрттар заттардан ауа ағындарын ұстап, миға ақпарат береді екен. Сондықтан достар, мұрт мысық үшін өте маңызды. Менің видеома қолдап кетіңіздер.